Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз түймедақ туралы айтатын боламыз. Оның ағзаға пайдасы және де ағзаға тигізуі мүмкін зиянды қасиеттерінде қарастырып айтатын боламыз. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар және де біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Түймедақ өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсер беретін эфир майы бар. Сонымен қатар өсімдіктің құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетті ашады, ағзадағы зиянды токсиндер мен тлактарды бөліп шығарады. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруында, асқазан жарасында және ас қорытудың бұзылуында көп қолданады. Сонымен қатар оның тұнбасы мен тұмауды, баспаны емдеп жазуға болады. Және денен қызуын түсіретін де қасиеті бар. Бұл өсімдік бүгінде косметикалық зат ретінде кеңінен қолданысқа ие. Ол бет терісінің қызаруын басып, ондағы бөртпелерді кетіруге және майлы беттерді тазалауға көмектесе алады. Түймедақ гүлдерінің тұнбасы мен компресс жасау арқылы көздің шаршауын басып, қызарғанын емдейді. Өсімдіктің шашымызға да тигізер пайдасы көп. Мәселен, шашты тазалап, сусабынмен жуып болғаннан кейін гүлдің тұнбасы мен шашыңызды шаятын болсаңыз, сусабынның құрамындағы зиянды химиялық заттардың залалын азайтып, шашты қатайтып әрі нәрлендіреді. Сонымен қатар шашқа табиғи жылтырлық сыйлап, жібектей жұмсақ етеді. Түймедақ жүйке жүйені тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі. Ұйқыға жатар алдын түймедақтан демделген бір шыны шайдың өзі шаршауды басып, тыныш ұйықтауға ықпал етеді. Тыныштандыратын шайды дайындау үшін түймедақ гүлдерінің бір шай қасығын бір стақан қайнаған сумен араластыру керек. 1 сағат тұндырып қойып, ұйқы қашқанда немесе қатты шаршағанда 1 шай қасық бал қосып, төсекке жатар алдында қабылдаса, түнгі ұйқыңыз тыныш, ал таңертең сергіп оянасыз. Ескере кететін жағдай бар. Басқа өсімдіктер секілді түймедақтың да пайдасымен қатар залал келтіретін тұстары да бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдердің ішуіне мүлдем болмайды. Себебі болашақ ананың ішіндегі нәрестесіне бұл кері әсер етіп, түсік тастап қою қаупі бар. Сондықтан бұл өсімдікті жүкті әйелдердің барынша тұтынбағаны дұрыс. Дегенмен түймедақ пен тұмау кезінде тамақ ауруларында ингаляция жасау арқылы айығуға да болады. Және тамақты шаюға да мүмкіндік бар. Тек жүкті әйелдер түймедақты ішке қабылдамаса болды. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.